Сәлем достар, бүгін мен сіздерге қазылмардың сапасыра ақымдарын алады. Нағызша әлі күннен көрі менде жарықталады. Кез келген уақытта қолдана бересіздер, тоқталды дейтініміз жоқ. Көп істеген заттарға пайдасы көп. Анықтайтын байырғы тұрғындарының есептеулерінің және барлық өсімдіктердің жеті түрінің айрықша технологиясымен дамыған еді. Яғни ішінде шөптің өсімдіктердің түрлі пайдалы заттары бойынша қолай шөбі, қалақай жапырақтары, қызылмия тамырлары, мұрын жемістері, шаттаған жерлі шөбі, сүйемелі жапырақтар, шағанақ және күнбағыс майды. Тыныс жолдарында асқазан ауруларында және ауруларда